Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сәбіз салаттың жасалу жолының видеосымен бөлісетін боламын. Қазақша каналымның дамуына үлесіңізді қосып, қолдау көрсетіп отырыңыз. Ең алдымен сәбізді қабығын ашып, тазалап жуып, 1 сағатқа мұздай суға салып қоямыз. 1 сағаттан соң сәбізімізді алып, теркадан өткізіп, турап аламыз. Турап алған сәбізімізге 1 ас қасық тұзымызды салып, араластырамыз. Қатты 2 қолымызбен мыжғыламаймыз. Жай ғана осылай көтеріп, тұзы ерігенше осылай араластырамыз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң сәбізіміз осылай жұмсарып, суы шығады. Суын төгіп тастауға болады. Чесногымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Майдалап турап аламыз болмаса. Менде міне 1 кесе толмаған пісте май. Оны отқа қоямыз. Уксус құямыз. Соя тұздығын құямыз. 1 қасық толтырмай жарты қасық құямыз. Әйтпесе сәбізіміз қап-қара болып кетеді. 1 ас қасық қантымызды саламыз. Кішкене қара бұрыш себеміз. Кристаллики тұзымызды саламыз, жарты қасық. Паприка, кориандр, қызыл бұрышты саламыз үстіне. Оның үстіне теркадан өткізілген майдалап туралған чесногымызды саламыз. Жақсылап жайып қоямыз. Қазір үстіне қызып тұрған майды құямыз. Осылай майды құюға болады және морозильникте сақтауға болады. Морозильникте сақтаған кезде укроп қосуға болмайды. Ал морозильникте сақтамай тез желінетін болса, болгарский перец, огурцы, укроп және сән үшін кинза қосуға болады. Болгарский перецтің осындай сары қызыл түрін алса, салаттың түрін ашады. Огурцымызды осылай турап аламыз. Ол да әдемі көрінеді салаттың ішінде. Укробымызды майдалап турап аламыз. Болгарский перецті ұзыншалап турап аламыз. Барлығын жақсылап тураған заттарымызды ортасына емес, шетіне саламыз. Міне барлығын шет-шетіне салып шықтым. Енді чесноктың үстіне қызып тұрған майымызды құямыз. Май қатты күйіп кетпеу керек. Қатты салқын болмау керек. Чеснокты қуыру керек. Құйған кезде дауысы шығады, бірақ қатты күйіп кетпеу керек. Орташа қыздырылған май болу керек. Оны қалай тексеруге болады десеңіздер, қызған майды кішкене чесноктың үстіне құйып көрсеңіздер болады. Құйған майдың орны ыстық болады, жай абайлап араластырасыздар.
Осылай жақсылап араластырамыз, ұзақ араластырамыз. Приправаның барлығы араласу қажет. Міне салат осындай болып шықты. Салқын жерге жарты сағатқа қойып алуға болады. Дастарханға ұсынар алдында салатты жиі араластырып тұрсаңыз, приправа жақсы араласып, дәмі сіңіп тұрады. Тек дастарханға ұсынар алдында емес, сәбіз салатын, кәріс салаттарын жасаған кезде жиі араластырып отыру керек. Сонда приправа сіңіп, өте дәмді болады. Кәрістер де солай жасайды. Назарларыңызға рахмет.